Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сметаниктің рецептімен бөліскім келеді. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Алдымен бізге қажетті ингредиенттер бұл ұн, сары май, жұмыртқа, қант, разрыхлитель және ванилин. Ал енді ыдысымызға алдымен ұнымызды салып аламыз және үстіне сары майымызды қосып екеуін араластырамыз, үгітіп шығамыз. Сары майымыз бен ұнымызды біріктіріп алған соң үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Сосын разрыхлитель және ванилин қосып, сосын үстіне қант салып, қамыр илейміз. Осылай видеодағыдай барлық заттарды біріктіріп аламыз. Қамырымыз біздің консистенциясы сәл қаттылау болу керек, құрғақтау болу керек. Себебі бізде сметаниктің салмасы сұйық болғандықтан пісу барысында қамырымыз толық піспей қалуы мүмкін. Қамырымызды қалдымызға салып, осылай жан-жағын тегістеп жасап аламыз. Сонымен салмасын дайындаймыз. Бізге қажет заттар бұл қаймақ, жұмыртқа, қант және крахмал. Мен 4 жұмыртқа қолдандым, себебі кішілеу болды. Сіздер 3 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Барлық қажет заттарды ыдысқа салып алып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны мен қолдың жұмыртқасын қолдандым. Мұнда түсі өте әдемі, сап-сары болып шықты. Енді қамырымыздың үстіне салмасын салып аламыз және ішіне өздеріңіздің қалауларыңызша жидектер қоссаңыздар болады. Мен мұнда мұздатылған шиені қолдандым және крахмал қостым. Себебі шие пештің ішінде пісу барысында өзінен сұйықтық бөлгендіктен крахмал өзіне тартып тұрады. Сонда қамырымыз толық пісіп шығады. Осылай барлығын салып болған соң қызып тұрған пеште 180 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сметанигіміз дайын болды. Өте әдемі болып піскен. Қазір кесіп көрсететін боламын. Мінекей біздің сметанигіміз өте нәзік, жұмсақ болып шыққан және ортасы толық пісіп шыққан. Менің видеом сіздерге ұнаса және пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.